Аудиокітап ұнаса арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Қолдаймын деушілер болса, Каспий нөмір сипаттамада. Қазына аралы. Автор Роберт Льюис Стивенсон. Бірінші бөлім. Кәрі қарақшы. Бірінші тарау. Адмирал Бенбоу трактиріндегі тарлан теңізші. Сквайр Трелони, доктор Ливси, басқа да джентльмендер қазына аралы туралы білетіндерімнің бәрін түгел жазып шығуымды өтінді. Олар аралдың географиялық орнынан басқасының бәрін, бүкіл тарихын, бастан аяқ, егжей-тегжейіне дейін ешқандай бүкпесіз әңгімелеп беруімді қалады. Аралдың қай жерде екенін әлі де айтуға болмайды, өйткені біз әкетпеген қазына онда әлі күнге дейін сақтаулы жатыр. Сөйтіп, міне, мен биыл 17 жылы қолыма қалам алып, әлдеқашан өткен сонау бір алыс күндерді есіме түсіріп отырмын. Ол кезде әкемнің Адмирал Бенбоу деген трактирі болған. Бір күн трактиріміз бетінде қылыш жарақатынан қалған тыртығы бар, өңі күнге тотығып, қоңырқай тартқан бір қарт теңізші келіп тоқтады. Күні кешегідей есімде, қарт теңізші аяғын ауырлай басып, біздің есігіміздің алдына әрең жетті. Соңына ерген біреу қол арба мен оның сандығын алып келеді. Теңізші ұзын бойлы, мығым, ауыр денелі қара торы кісі екен. Теңіздің тұзды суы бытыстырған бір өрім желке шашы, кір-кір, май-май көк шекпеннің жаға тұсында шошайып үрпие қалыпты. Екі қолы күс-күс, тілім-тілім, тырнақ біткен қап-қара, сынық-сынық, ал бетіндегі қылыш кескен тыртығы қорғасындай күлгіндене түсіп ала таңдақтанып тұр. Бейтаныс кісі баяу ысқырып, шығанақ жақты көзімен шолып тұрып, бір кезде жұлып алғандай ескі бір матрос әніне басып айқайлап кеп жібергені. Өліктің сандығына 15 адам, ио-хо-хо, тағы да бір шөлмек ром. Деп ол осы әнді артынан да жиі айтып жүрді. Кәрі кісінің жарықшақ даусы көнетұз Думбовканың ашы шиқалындай шыңылдай естілді. Қолындағы таяғы да ганшпукке ұқсайды екен. Сол таяғымен біздің есікті дүрс еткізіп түйіп қалды да, есік алдына әкем шыққанда дөрекі сөйлеп, бір стакан ром талап етті. Ром әкелінді, сырына қанықтығын паш еткісі келгендей әр жұтым ромды аспай-саспай тамсана, дәмін алашты. Біресе тау жаққа, біресе трактир маңдайшасындағы жарнамаға қарап қояды. Кеме тоқтауға қолайлы қолтық екен деді ол ақырында. Тавернаға да табылған жер. Халық көп келетін шығар, солай ма, достым? Жоқ, өкініштісі де сол, халық өте аз келеді деп жауап қатты әкем. Ендеше, маған керегінің өзі де осындай жер деді теңізші, достым. Деп дауыстады ол, қол арба сүйреп соңынан еріп келген кісіге. Арбаңды бері әкелде, маған сандықты кіргізіп жібер. Осында біраз аялдайтын болдым деп қосып қойды. Мен өзім күй таңдамайтын кісімін. Маған ром, шошқаның төс еті, жұмыртқа құймағы болса жетіп жатыр. Өткен-кеткен кемелер көрініп тұратын ана бір месте бар екен. Аты жөнімді білгіңіз келе ме? Несі бар, капитан деп атасаңыз болады. Иә, емеурініңізді түсіндім. Мінеки, деді де, табалдырық алдына 3-4 алтын теңгені лақтыра салды. Осы ақша таусылған соң келіп айтарсыз деп бейне бір бастық адамша зеки сөйлеп әкеме қарады. Шынында да киімі жұпыны болғанымен сөзі тұрпайы, өзі қарапайым матросқа ұқсамайтын. Матростан гөрі басқалардың өзіне бағыныштылығына еті үйренген штурманға, немесе шкиперге сайып қаларлық. Жұдырығын ала жүгіруден де тайынбайтыны сезіліп ақ тұр. Қол арбалы кісінің айтуынша, бұл өзі Георг корольдің қонақ үйіне лаумен кеше таңертең келіп түсіпті де, теңіз жағалауындағы барлық мейманханалар жайын сұрастыра бастапты. Сірә, біздің трактиріміз жөнінде жақсы лебіз естіген болар, өзі оқшау тұр. Мұны білген соң, капитан осында аялдауды ұйғарған тәрізді. Міне, жаңа тұрғынымыз жайында бар білгеніміз осы ғана. Өзі түйік кісіген. Ұзақты күнжез дүрбісін қолынан тастамай, шығанақ бойын жағалап қыдырумен болады, немесе жартастардың төбесіне шығады. Кешқұрым жұрттың бәріне ортақ қонақжай боп саналатын үлкен бөлменің бұрышына, от жанына келіп жайғасып алады да, сәл су араластырып, ромды жұтады да отырады. Біреу-міреу оған тіл қата қалса, жауап қайтарып әуре болмайды.
Тұманды күнгі кеменің сықырғындай танауын шуылдата дем алып, көзін аларта бір қарайды да отыра береді. Көп ұзамай-ақ біздің қонақтарымыз да ең абзалы оған тиіспеу екендігін ұғынып алды. Күн сайын серуеннен оралысымен-ақ үй жанынан өтетін жол бойында теңізшіге ұқсайтын бейсауат ешкім көздеріне түспеді ме? Деп сұрастыра бастайды. Алғашында біз мәжіліс құрып отыруына өзіндей ішкіш біреулер жетіспей жүр-ау деп ойлағанбыз. Бірақ кейін байқасақ, ондайларға тіпті жуғысы келмейді екен. Қайсы бір теңізші әлде қалай жаға жолмен Бристольге бара жатқан бетінде адмирал Бенбоуға тоқтай қалса, капитан алдымен оны есік пердесінен сығалап анықтап көріп алады. Тек содан кейін ғана барып қонақжайға шығады. Ондай адамдар бар жерде әрдайым қойдан да жуас, жым болып отырады. Істің мән-жайын тек мен ғана білетінмін, өйткені неден қауіптенетінін маған капитанның өзі айтқан болатын. Бір күні ол мені оңаша шығарып алып, осы маңға бір жалғыз аяқ теңізші келе қалса, соны жіті қадағалап бақылап жүріп, көрінген бойда маған келіп айтатын бол, сол үшін әр айдың бір күні 4 пенс күміс ақша төлеп тұрам деп уәде берді. Содан былай айдың бірінші жаңасы тусақ, капитанға келіп, одан өзі айтқан уәделі жалақымды талап ететін әдет шығардым. Ал ол бетіме адырая бір қарап танауын шуылдатады да үнсіз қалады. Бірақ кейін ойлап пішеді де, апта өтпей жатып ақшаны маған өзі әкеліп береді. Жалғыз аяқ теңізшіден көз жазып қалма деп қайтадан әмір етеді. Енді сол жалғыз аяқ теңізші түсімде де менің соңымнан қалмай қойды. Дауыл үйіміздің 4 бұрышын түгел солқылдатып, дүлей толқын жағаға ұрып, сарыны жартастарды жаңғыртқан әлем тапырық түндерде сол теңізші мың-сан құбылып, мың түрлі жын-шайтан болып түсіме енеді. Аяғы бірде тізесінен, бірде қарасанның қақ түбінен кесілген болып шығады. Кейде жалғыз аяғы нақ кеудесінің орта тұсынан өсіп шыққан қайдағы бір жан түршігерлік албастыға айналып көрінеді. Сол жалғыз аяғымен шетен шарбақ, арық апандардың үстінен орғып, секіріп мені қуалайды. Сөйтіп маған ай сайын алатын 4 пенс ақшам оңайға түспеді. Осындай азапты, үрейлі түс көруім соның өтеуі іспетті болды. Бірақ жалғыз аяқ теңізшіден қанша қорыққанымен, тап капитанның өзінен басқалардай зәрем ұша қоймайтын. Кейбір кештерде ол су аралас ромды иіс түсінен айырылғанша іше беретінде, трактир ішіндегі ешбір жанды көзіне ілместен өзінің тұрпайы, қатыгез, о заманғы теңіз әндерін айтып ұзақ отыратын. Ал кейде отырған жұрттың бәрін өз столына шақырып алып, ром құятын стакан талап ететіні бар. Әлгілер үрейлері ұшып қалтырап дірілдей отырып, не капитанның теңізде бастан кешкендері туралы әңгімесін тыңдайды, не оған қосылып ән салады. Ондайда «Йо-хо-хо, тағы да бір шөлмек ромыңнан» деген әннен үйіміздің 4 қабырғасы түгел селкілдеп ұшып кете жаздайды. Өйткені капитанның сұрапыл мінезінен қорыққан жұрт, әйтеуір сол разы болсын деп ән салғанда бар даусымен айқайға басып қайтсе де, бірінен бірі асып түсуге тырысады. Олай болатыны, мұндай сәттерде капитан тіпті есіріктеніп кететін. Бірде жұдырығымен столды соққылап, жабыңдар ауыздарыңды деп әкіреңдесе, енді бірде біреу-міреу әлдене сұрап сөзін бөлсе, одан сайын ашуға болғып бұлдына түседі. Ал егер керісінше ешкім ештеме сұрамай, үнсіз отырса, тіпті есіреді. Өйткені оның ойынша бұлары оның әңгімесіне жөндеп құлақ қоймағандықтарының дәлелі. Ешқайсысын трактирден шығармай қояды. Жұрт тек капитан әбден қалжырап, қалғып мүлгіп, ақырында тәлтіректей төсегіне бет алғанда ғана жөндеріне кетеді. Бірақ бәрінен қорқыныштысы оның әңгімелері еді. Дарға асу, тақтай бойымен жүру, сұрапыл дауылдар жайлы, драй Тортугас туралы, Испан теңізіндегі бас кесер ұрылардың мекендері, қарақшылардың ерліктері, міне, оның әңгімелері осылар туралы болатын. Өз айтуынша бүкіл өмірін ол теңіздің небір жауыз баукеспелерінің арасында өткізіпті. Капитанның аузынан шыққан әр сөзге бір-бір боқтық сөз ілесе шығады. Бұнысы өзі айтатын жан түршігерлік қылмыстар туралы әңгімелерінен еш кем түспей, біздің аңқылдақ, бала мінез, деревня адамдарының зәресін ұшырады. Әкем трактирді, сірә, жабуға тура келер, мына капитан келушілерді бір жола бездірмесе қайтсын деп жиі айтып жүрді. Осыншама жәбір жапа шегіп әрі үйіне жеткенше үрейі ұшқанға кім құштар болсын дейтін ол.
Ал менің ойымша, капитанның бізге қайта пайдасы тиіп жүр. Келушілердің одан қорқатыны да растын, бірақ сөйте тұра олар арада күн өтпей жатып-ақ капитанға қадалып соғуға асығатын. Қанша дегенмен ол осы бір түкпірдегі меңіреу тұрмысқа бір түрлі көңіл алдарлық жаңалық әкелгендей еді. Тіпті жастар арасынан капитанға қошемет көрсетушілер де табылды. Бізді оның ер жүректігі қайран қалдырады дейтін олар. Нағыз теңіз тарланы ғой, деп сүйсінушілер болды. Олардың айтуынша Англияның теңіз, мұхиттарды емін-еркін иеленген құдіретті елге айналуының өзі де тап осы капитан сияқты ержүрек адамдардың арқасы. Бірақ екінші жағынан келгенде, капитан шынында да бізді шығынға отырғызды. Апта соңынан апта, ай соңынан ай өтті, капитанның келген бойда берген ақшасы әлдеқашан-ақ жұмсалып бітті, содан қайтып ақша төлеген жоқ. Ал одан ақша талап етіп жатуға әкемнің батылы барар емес. Әкем ақша жөнінен емеурін білдірсе ақ болды, капитан танауын пысылдатып ашу шақырады. Жоқ, танауын пысылдатады дегенім жай сөз, ол тура ырылдай бастайды. Алқымы сынып, көзін аларта бір қарағанда, әкем байғұс, зәресі қалмай бөлмеден ата жөнел. Мұндайда әкемнің өз қолын өзі бұрағыштап, шарасыздық білдірген кездерін көзіммен көргенмін. Әкемнің ажалынан бұрын қайғылы қазаға ұшырауына осы үрейлі күндердің де едәуір себепкер болғаны анық. Капитан бізге келгеннен бері киім ауыстырған кісі емес, тек қыдырма саудагерден бірнеше пар шұлық сатып алғаны бар. Қалпағының бір жақ шеті мыжырайып, салбырап кеткен. Қатты желдерде берекесін қашырып, ыңғайсыздық туғыса да оған қайткен капитан жоқ, бағын сол киіп жүре берді. Шекпеннің де әбден тозығы жеткен. Жоғарыда бөлмесінде отырып алып, қайта-қайта жамайды келіп, бірақ бәрібір алба-жұлбасы шығып жыртылғаны әлі есімде. Өзі ешқашан ешқандай хатта жазбайтын, ешқайдан хат алмайтын. Нағыз бір қатты мас кезінде болмаса, ешқашан ешкіммен сөйлеспейтінде. Және бір қызығы, біз ешқайсымызда ешқашан оның сандығын ашқанын көрген емеспіз. Капитанмен сөз таластырып жатудың тек бір рет қана орайы келгені бар, оның өзі де байғұс әкем өлім халінде жатқан ең соңғы күндердің бірінде болып еді. Бір күні кешқұрым ауру әкеме доктор Ливси келді. Науқасты қарап болғаннан кейін ол анам алдына әкеп қойған асты апыл-ғұпыл ішті де, көлігі келгенше шылым шегу үшін төмен түсіп үлкен бөлмеге кірді. Ескі Бембоуда ат қора жоқтықтан ол көлігін ылғи деревняда қалдыратын. Оны үлкен қонақжайға ертіп әкелген мен едім, сәнді киінген, басында қардай аппақ паригі бар, талдырмаш денелі, сыпайгерлік тәрбиенің ерекше мектебінен өткен қара көз доктор трактирімізге келіп кетіп жүретін деревнялық дөрекі адамдардың ешқайсысына ұқсамайды екен. Осыған қайран қалғаным есімде. Екі шындағымен бірдей стол үстіне асылып, ромғалық тойып алып, былшиып отырған, үсті басы кір ожалақ, сұрықсыз, бақша басына құс үркітуге қоюға лайық біздің қарақшымызға ұқсайтын капитан кенет барылдап өзінің үйреншікті әніне басты. Өліктің сандығына 15 адам, ио-хо-хо, тағы да бір шөлмек ром. Іші түс, шайтан суы емес харам, ио-хо-хо, тағы да бір шөлмек ром. Алғашқы кезде мен бұл өліктің сандығы дегені кәдімгі жоғарыда капитанның бөлмесінде тұрған өзімізге таныс сандық шығар деп жүрдім. Үрей ұшырарлық түстерме жалғыз аяқ теңшімен бірге осы сандықта талай рет енгентін. Бірақ бұл әннің сөздеріне бірте-бірте бойымыз үйренгені соншалық, енді оған тіпті мән беріп жатпайтынбыз. Бұл кеште капитанның әні тек доктор Ливси үшін ғана жаңалық еді, және менің байқауымша ән оған ұнамады. Доктор қарт бағбан Тейлорға қиян ауруын емдеудің жаңа әдістері туралы айтып отырған. Сол әңгімесін қайта жалғастырмас бұрын ол капитанға наразы кейіппен бір қарап қойды. Өз әніне елігіп алған капитан бір кезде жұдырығымен столды қойып қалды. Бұл оның тыныш отырыңдар деген бұйрығы болатын. Дабырлаған дауыстар су сепкендей басыла қалды. Тек доктор Ливси ғана қалиянын сора түсіп, көңілді әңгімесін қатты дауыстап жалғастыра берді. Капитан оған көзімен жеп қоярдай бір қарап, столды тағы бір рет қойып қалды. Бұдан кейін бұрынғыдан бетер қаһарына міне түсіп, әй, анау палубадағылар, үндеріңді өшіріңдер.
деп айқай салды және өрескел боқтық сөзін қосайтып шегелей түсті. Сэр, сіз маған айтып отырсыз ба? Деді доктор. Дәл саған деп капитан тағы бір рет сыбап алды. Мұндай жағдайда, сэр, менің сізге айтар бірақ ауыз сөзім бар, деді доктор. Егер осылай маскүнемдікке салынуыңызды қоймадыңыз бар ғой, түбінде әлемді дүниедегі ең бір жексұрын сұмпайылардың бірінен құтқарып тынатын боласыз. Капитан әбден ызаға булықты, ұшып түрегеліп, матростар ұстайтын шаппа пышағын суырып алды. Осы пышақпен қабырғаға шегелеп тастасам қайтесің деп докторды қорқытып көрді. Доктор айылында жимады. Оған кейіп бұрылып та жатпады. Бетін бір иығына қарай сәл бұрып, сол отырған қалпы бұрынғысынша ұстамды. Бірақ нықтай сөйлеп, тілі қатты. Осыдан пышағыңызды жылдам қалтаңызға қайта салмай көріңізші, көшпелі сотымыздың келесі сессиясынан кейін дар ағашында салбырап тұрмасаңыз, маған серт. Деді доктор, сірә, отырған жұрт түгел естісін деген шығар, даусын сәл қатайта сөйлеген тәрізді. Олар кекті көздерімен тесіле қарасты. Бірақ капитан тез жеңілді. Пышағын қалтасына салып, таяқ жеп қыңсылаған иттей бірдемелерді міңгірлей түсіп, орындығына сылқ етіп отыра кетті. Ал енді, сэр, деп доктор сөзін жалғастыра түсті, өзіме қарасты округте сіз сияқты адам жүргендігін біле тұра. Бұдан былай үстіңізден күндіз-түні аса қатаң бақылау қоймауға амалым жоқ. Дәрігер екендігім өз алдына, мен әрі сотпын. Үстіңізден тіпті сәл нәрсе үшін болса да, мысалы, осы бүгінгі сияқты біреуге тіл тигізгеніңіз үшін болса да, шағым түссе қатаң жаза қолданам. Сізді ұстап, бұл маңнан аластау үшін мен ештеңеден де тайынбақ емеспін. Сізге басқа айтарым жоқ. Кешікпей доктор Ливсидің көлігі де жетті, ол атына мініп ап, тез жүріп кетті. Ал капитан жуасып, бүкіл кеш бойы жым болып, тып-тыныш отырды. Бұдан кейін де ол талай кеш қатарынан осы қалпынан танған жоқ. Екінші тарау, қара төбет келді де кетті. Ақырында бізді капитаннан құтқарып тынған жұмбақ оқиғалардың ең алғашқысы кешікпей-ақ бой көрсетті. Бірақ кейін өздеріңіз де көрерсіздер, біз капитанның өзінен құтылғанмен оның әлі де талай машақат істерінен құтыла қоймаған екенбіз. Қыс өте қатты болды, ұзаққа созылған қақаған аязды, дауылды боранды күндер бітпей тұрып алды. Әкем байғұстың биылғы көктемді көру көрмесі екі талай екені бірден-ақ белгілі болған күн санап науқасы меңдей берді. Трактир тіршілігі мамам екеумізге қалды. Жұмысымыз онсыз да бастан асып жатқандықтан мазасыз мейманымызға онша көңіл бөле қоймадық. Қаңтар айының бір күні болатын, таңертеңгі мезгіл, аяз шатынап тұр. Шығанақ маңы қырау бүркеніп алған, аппақ. Су бетінің болмашы иірімі жағадағы қой тастарды жиектеп еркелетіп жалап жатқандай. Күн көзі әлі көтеріліп үлгермеген, сәулесі тек биік төбелердің ұшар бастарымен сонау алыстағы айдың бетін ғана шарпиды. Капитан әдеттегісінен ерте оянып теңіз жаққа бет алды. Тозығы жеткен көк шекпеннің далада етегін қорбитқан кездігі байқалады. Қолтығында дүрбісі. Қалпағын желкесіне қарай ысыра киіпті. Аузынан шыққан будың түтінше будақ-будақ ұшып бара жатқаны есімде қалыпты. Үлкен жартастың тасасына түсе беріп ызаланып, қатты кіжінгені келді құлағыма. Сірә, доктор Ливсимен шекіскен кезін әлі ұмыта алмай жүрсе керек. Анам жоғарыда әкемнің қасында болатын, ал мен капитанның қайтып оралар тұсына дастархан жайып, оған ертеңгі ас әзірлеп жатқанмын. Кенет есік ашылды да, бөлмеге бұрын ешқашан кездеспеген бір бейтаныс адам келіп кірді. Өңі қуқыл, сол қолының екі саусағы жоқ. Белдігінде көздігі болғанымен түрінде жауынгерлік айбар сезілмейді. Мен әрдайым, жалғыз аяқты болсын, екі аяқты болсын мейлі, әйтеуір теңізші болсақ ондайларды мұқият қадағалайтынмын, ал мына кісі маған тіпті жұмбақ көрінді. Теңізшіге ұқсастығы шамалы, әйтсе де оның теңізші екенін мен бірден сездім. Қонақтың неменеге зауқы бар екен деп сұрап ем, ол ром талап етті. Бұйрығын орындамақ боп, бөлмеден жүгіре басып шығып бара жатқанмын. Стол жанына жайғасқан әлгі кісі мені қасына қайтадан шақырды. Сүлгін қарымда тоқтай қалдым. Бері кел, балам, деді ол. Жақынырақ кел. Мен жақын келдім.
Мынау сірә, менің тамырым штурман Биллиге әзірленген дастархан ғой деймін. Деп сұрады қулана жымиып. Ешқандай штурман Биллиді білмеймін, ал дастархан өзіміз капитан деп атап жүрген осындағы бір кісі үшін әзірленіп жатыр деп жауап қаттым. Оқасы жоқ, деді ол, менің досым штурман Биллиді де капитан деп атауға болады. Одан келіп кетер ештеңе де жоқ. Бетінің тыртығы бар шығар. Және өзі, әсіресе, араққа тойып алған кездерінде тым сыпайы болар. Әлгі менің жолдасым, штурман Билли, міне тап сондай кісі. Сіздердің капитан деп отырған кісілеріңіздің де бетінің тыртығы бар сияқты. Және тап оң жақ бетінде. Демек, бәрі де ойдағыдай деген сөз, солай емес пе? Сонымен менің білгім келетіні, менің жолдасым Билли қазір үйде ме, жоқ па? Мен капитанның серуендеп кеткенін айттым. Қай жаққа, балам? Қалай қарай кетіп еді? Мен капитанның күнде барып жүретін жартасы жақты нұсқап, енді өзі де кешікпей келіп қалар дедім. Қашан сонда? Тағы да осындай бірнеше сұрақ қойып, ол ақырында, иә, сөйтіп, менің жолдасым Билли мені көргенде арақ көргеннен кем қуанбас деді. Алайда, мұны айтқандағы оның бет әлпеті тым сұсты көрінгендіктен, әй, сірә, мұнымен кездескенде, капитан қуана қоймайтын шығар деп ойлауыма толық негіз бар еді. Бірақ менің ондағы жұмысым қанша деп өзіме өзім сол бойда басу айттым. Және дағы мұндай жағдайда не шара істей аларсың? Әлгі бейтаныс кісі трактир есігінің алдында міз бақпай, тышқан аңдыған мысықша үйдің бұрышын бақты да тұрды. Шарбақ ішіне шыққым келіп еді, табан астында мені қасына шақырды. Қапелімде құлақ аса қоймап ем, қуқыл беті ашуға булығып, өзгеріп сала берді. Және жерден алып жерден салып боқтадай келіп, зәрем ұшқанынан кейін қарай ыршып түстім. Кейін қайтуым мұң екен, менімен тіпті бір түрлі жағымпазданғандай ма, әлде келеке қылғандай ма, әйтеуір бұрынғысынша сыпайы сөйлесе бастады. Арқамнан қағып, өзің жақсы бала екенсің, мен сені бірден жақсы көрдім деді. Менің де өзіңдей балам бар еді, деді ол, ал сен соған егіздің сыңарындай ұқсайды екенсің. Әкелік мақтаныш тұтарым сол ұлым. Бірақ енді ер баланың басты қасиеті тіл алғыштық қой. Солай балам, тіл алғыштық. Егер Биллимен теңізде бірге жүзіп көрген болсаң, онда ешқашан екі айттырмас ең. Билли де, онымен бірге жүзген басқалар да берілген бұйрықты ешқашан екі қайталатып көрмеген. Әнеки, штурман Биллидің өзі де келе жатыр, қолтығында дүрбісі бар. О, Құдай, жар бола көр оған. Жүр, балам, қайтадан ішке кіріп, есік артына тығыла қалайық, сөйтіп, Биллиді күтпеген жерден бір қуантайық. Құдай, жар бола көр оған. Осылай деп ол мені үлкен бөлмеге қақпайлап кіргізіп, бұрышқа өзінің арт жағына жасыра қойды. Екеуміз де ашық есіктің қайырлысында тұрмыз. Өздеріңіз де түсінген шығарсыздар, жағдайым мәз емес ақ, кәдімгідей сескеніп тұрмын. Ал енді бейтаныс қонақтың өзінің де үрейленіп тұрғанын сезгенде, одан сайын құтым қашты. Ол кездігінің сабын босатыңқырап, қынынан сәл-пәл шығарып қойды. Тамағына кептеліп қалған бір кесек бірдемені жұта алмай тұрған адамдай әуре сарсаң бір қимыл жасайды. Ақырында есікті сарт еткізіп бөлмеге капитан енді, жан-жағына бұрылып та қарамастан тұп-тура өзіне арнап даярлаған үстінде ас толы столға қарай жүрді. Билли, деді бейтаныс кісі батырсынып даусын қатқыл шығаруға тырысып. Капитан өкшесімен айналып түсіп бізге қарама қарсы тұра қалды. Күнге тотыққаны зым-зия ғайып болып, тіпті мұрнының ұшына дейін көгеріп кетті. Өңі аруақ, жын шайтан, әлде тіпті бұдан да сөкет бірдеме көрген адамдай қуарып кетті. Лезде қартайып, бет аузы шалбарлана қалғанда, шынымды айтсам, өзім тіпті оны аяп кеттім. Билли, мені танымай қалдың ба? Кемедегі өзіңнің ескі досыңды, шынымен ақ танымай тұрсың ба, Билли? Дейді бейтаныс кісі. Капитан тынысы тарылғандай алқынып аузын ашты. Қара төбет, деді ол ақырында. Соның дәл өзімін, деді сәл көңілдене түскен бейтаныс кісі. Өзінің кемедегі ескі досын, адмирал Бенбоу, трактиріндегі Билли деген досын көріп қайтпақ боп келіп тұрған қара төбет. Ай, Билли, ай!
Міне екі тырнағымнан бірдей айырылдым. Содан бері қанша заман өтпек деді ол өзінің жарымжан қолын жоғары көтеріп. Жарайды, іздеп келіп үстімнен түскен екенсің. Міне, алдыңда тұрмын. Келген шаруаңды айт, деді капитан. Сол баяғы Билли қалпың екені көрініп-ақ тұр, деді қара төбет. Жөн айтып тұрсың, Билли, мен қатты ұнатқан мына тамаша балақай маған бір стакан ром әкеліп берсін. Содан соң қарсы болмасаң, екеуміз ескі достарша кейін отырып ағымыздан жарыла ашық сөйлесейік. Солай емес пе? Мен шөлмек алып қайта кіргенде, екеуі капитанның столында қарама қарсы отыр екен. Қара төбет есік жаққа таяу, бір қырын жайғасыпты. Бір көзі ескі досында болса, екінші көзі есікте. Қашып құтылу мүмкіндігінде ұмытпаған сыңайы бар. Есікті айқара ашық қалдырда, өзің кете бер деді ол маған. Бұл сенің саңлаудан босқа сығалап әуре болмауың үшін балам деп түсіндірді маған. Екеуін оңаша қалдырып, үлдіріп жанына оралдым. Содан құлағымды қанша тоссам да, еміс-еміс міңгірлегендерінен басқа ештеме ести алмадым. Бірақ бара-бара дауыстары қаттырақ шығып, ақырында сөздері, көбінесе капитанның боқтық сөздері, анық естіле бастады. Жоқ, 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 бұл әңгіме осымен бітсін. Естідің бе? Деді бірде капитан қатты айқайлап. Артынша, егер сынасырға шауып, мен дарға асылар болсам, онда сол дар ағашының астында жалғыз мен емес, бәрін де салақтайтын боласыңдар. Дегенін де естідің капитанның. Содан кейін кенет көбесі сөгілген қаптан ақтарыла салғандай, боқтық сөздер төтеп жаумасын ба кеп, стол, орындықтар да тасыр-тұсыр құлап жатыр. Болат қанжарлардың сарт-сұрт дыбыстары, жарақаттанған біреуінің жан ұшырған айқайы естілді. Сәлден кейін барып, алды-артына қарамай, есікке қарай ысытып бара жатқан қара төбетті көрдім. Капитан қуып келеді. Екеуінің де кездіктері қолдарында. Қара төбеттің сол жақ иығы қанға боялған. Тап есікке жеткен кезде, капитан қашқынға кездігін ең соңғы рет өлтіре сұққысы кеп, қолын қатты сермеп кеп қалды. Басын қақ айырып өлтіретіндей еді, бірақ кездігі қапыда адмирал Бенбоудың үлкен жарнамасына тиді де, қара төбеттің жаны қалды. Жарнаманың төменгі жақтауында кездік ізін әлі күнге дейін көруге болады. Ұрыс осымен тынды. Жолға жүгіріп шыққан қара төбет жарақатын дүйім көрместен, көз ілеспей зытып барады, тіпті әп-сәтте ақ төбеден асып көрінбей кетті. Капитан есінен танған адамша жарнамаға қадалған күйі қалшиып қатып қалыпты. Содан неше қайтара қолымен көзін сипап үйге кірді. Джим, ром әкел, деп бұйырды. Осын айтқанда өзі бір түрлі теңселіп кеп, тіпті құлай жаздап барып, қолымен қабырға сүйенді. Жарақаттанып қалғанбысыз, дедім. Ром әкел, деп қайталады ол. Тезірек бұл жерден таймасам болар емес. Ром, әкел, ром. Ромға жүгірдім, сасқалақтап жүріп шыныны сындырып, бөшкенің шүмегін астап алдым. Бәрін жөнге келтіріп, басқа ыдыстау үлгергенше, ауыр бірдеңенің еденге күрсетіп құлаған дыбысын естідім. Жүгіріп келсем, еденде ұзыннан сұлап капитан жатыр. Айқай-шу төбелестен зәресі қалмаған анам маған көмектеспек боп төменге жүгіріп түсті. Екеуміз капитанның басын сүйемелдедік. Екі иіннен әзер дем алып қиналып жатыр. Көзі жұмулы, беті қабарып қызарып кеткен. Ол жасаған дейді анам. Мұндайда масқара болармыз ба? Енді трактиріміз не күйге түспек? Байғұс әкең болса қас қылғандай ол да ауырып жатқаны анау. Капитанға не жәрдем көрсетерімізді де білмейміз. Бейтаныс кісімен жекпе-жекте өзі қатты жарақаттаныпты. Енді оның өлетініне біздің еш шүбәміз қалған жоқ. Ром әкеліп аузына құйғым келіп әрекеттеніп көрдім. Бірақ жағы қарысып қалыпты, темірмен шегелегендей. Бағымызға қарай есік ашылды да, ауру әкемді көріп кетуге соққан доктор Ливси кіріп келді. Доктор, жәрдемдесе көріңіз, дедік екеуміз бірдей. Не істейміз? Қай жерінен жараланыпты? Жараланыпты дейсіздер. Бекершілік. Ол жараланған болса, онда тіпті сен де, мен де жараланған боп шығармыз.
Қаны тасыпталып жатыр. Қайтеміз? Өзіне ескерткен болатынмын, миссис Хокинс, сіз жоғарыға, жұбайыңыздың қасына барыңыз, және мүмкіндігінше оған ештеме айтпай-ақ қойыңыз. Ал мен қолымнан келсе мына бір құдайға да, адамға да қажеті жоқ сорлыны ажалдан арашалап көрейін. Джим, маған шылапшын әкел. Мен шылапшын алып оралғанымда, доктор капитанның жеңін түріп, оның бұлшық еті білеудей дырау қолын жалаңаштап үлгерген екен. Қолы бірнеше жерден шанышқыланып жазылыпты. Қарында, бақытты бол, сәт сапар, теңізші, арманыңа жет, Билли Боне деген жазулар көгеріп көрінеді. Иығына тамандардың суреті салыныпты, дар астында асылған адам тұзаққа ілініп салақтап тұр. Суретті меніңше бұл іске аса бір қанық адам салған. Әулиелік сурет, деді доктор, дардың суретін саусағымен нұқып. Ал енді, Билли Боне мырза, шын атыңыз осы болса, қаныңыздың түсі қандай екенін көретін болдық. Джим, қан көргенде қорқатын әдетің жоқ па? Деп сұрады доктор менен. Жоқ, сэр, дедім мен. Өте жақсы, деді доктор. Онда шылапшыныңды тос. Ол ланцетпен күре тамырын қиып жіберді. Капитан қарауытқан көзін ашқанға дейін біраз қанақты. Докторды танып қабағын түйе қойды. Мені көргеннен кейін барып сәл тынышталған сияқтанды. Кенет бетіне қаны теуіп, тұрғысы келіп жұлқынып, қара төбет қайда? Деп айқайлап жіберді. Бұл жерде өзіңіздің арқаңыздағы төбеттен басқа ешқандай төбет жоқ, деді доктор. Ромды тым көп ішетінсіз. Міне, айтқаным келіп қаныңыз тасыды. Сізге жақсылық істеу ойымда да жоқ еді, бірақ, міне, көрден суырып алдым. Ал мистер Боне? Мен Боне емеспін, деп бөліп жіберді капитан. Бәрі бір ғой, деді доктор. Менің бір Боне деген қарақшы танысым болған, атыңызды еске түсіріп, бас қатырып қайтем деп жай айта салғаным еді. Ендігәрі есіңізде болсын, бір стакан ромнан, әрине, өле қоймассыз, бірақ сол бір стакан ішсеңіз ақ ішкен үстіне іше бергіңіз келері айдан анық. Басыммен ант етейін, мына ішуіңізді тыймасаңыз, кешікпей ақ өліп тынасыз. Түсіндіңіз бе, Тауратта айтылғандай, жазмышта жазылған жайыңызға жетіп жығыласыз. Ал, кәне, тұрып көріңіз. Төсегіңізге жетіп алуға көмектесейін. Капитанды әзердеп жоғарыға көтеріп шығарып, төсегіне жатқыздық. Әбден әлсіреп, жастығына сылқ етіп құлай кетті. Есін шала шарпы біледі. Ал енді айтпады демеңіз, Аллахи шыным, сіз үшін ром деген сөзде бір, ажал деген сөзде бір, деді доктор. Енді ол мені шынтағымнан ұстап, ауру әкем жатқан бөлмеге қарай жүрді. Түк емес, деді ол артымыздағы есік жабылар-жабылмастан. Қанын едәуір ағыздым, енді ол біразға дейін тыныш жатады. Бір аптадай төсегінен тұра алмас, ал бұның оған да, сіздерге де еш зияны жоқ. Бірақ та қайтадан осылай талып құлар болса, одан аман қалмайды. Үшінші тарау. Қара таң ба? Түске таман мен салқын сусын ішкізейін, дәрі берейін деп капитанға кірдім. Сол өзіміз қалдырған күйде жатыр, тек сәл жоғарақ жылжыпты. Едәуір әлсіреген тәрізді, және әлденеге қатты тынышсызданатында сияқты. Джим, деді ол, осындағылардың ішінде адамға татитыны тек өзің ғанасың. Мен сені әманда жақсы көргенмін, мұны өзің де білесің. Ай сайын 4 пенстен күміс беріп тұрдым ғой. Енді достым, мінеки, аурумын, әрі жұртта қалғандай жалғызбын. Джим, бір сапты аяқ ромды аямассың менен, солай емес пе? Доктор, деп түсіндірмек болып ем. Ол бірақ қатты ашуланып, докторды әлжуаз даусымен сыбай жөнелді. Доктор атаулы құрлықтан басқа ештеме көрмеген көртішқан емес пе? Ал сіздердің ана докторларыңызды алайық, ол теңізшілер жайында не білуші еді? Мен өмірімде талай ел, талай жер көрдім. Жұрт сары жектен қырылып жататын, ауасы қайнаған Қарамайдан да ыстық жер сілкінгенде, құрлығымның өзі теңіздің толқынынан бетер шайқалатын ғажайып жерлер бар, мен сол жерлерде де болдым. Ал сіздердің әлгі докторларыңыз ондай жерлер туралы не біледі? Менің жанымда алып қалғанда тек осы ром, иә, ром.
Мен үшін етте, суда, әйелім де, досым да осы Ром болды. Ал қазір Ром ішпейінше дауыл лықсытып, жағаға шығып қалған кемедей бейшара боламда қалам. Сонда менің обалым саған болады, Джим, сосын әлгі көртышқанға, докторға болады. Осыны айтып тағы да боқтық сөздерді төктай келіп. Міне, көрдің бе, Джим, саусақтарым дір-дір етеді деді ол, жыларман дауыспен дірілін басуға менде дәрмен бар ма? Бүгін аузыма бір тамшы ылғал тамған жоқ. Ал ол доктор дегенің ақымақ, шын айтам. Ром ішпесем, Джим, көзіме әрнеме елестеп неғыларға білмеймін. Олахи, шыным бүгін талай нәрсе елестеп де. Арт жағымнан, ана бұрыштан маған кәрі Флинт көрінді. Тірі адамдай ап-анық көрдім. Ал енді көзіме қайдағы жайдағылар елестей бастаса болды. Онда мен тура хайуанға айналам, өзім де бір қатал тіршілік кешкен сорлымын ғой. Бір стакан ішкеннен өле қоймаспын, докторларыңыздың өзі де солай деді ғой. Джим, бір сапты аяқ Ромың үшін алтын киіне берейін. Ол жалынып жалпайуын үдете түсті, тіпті даусы қатты шыға бастады. Әкем естіп қалама деп зәрен кетті. Сол күні әкем тіпті хал үстінде жатқанды. Толық тыныштық сақтау қажет еді. Доктордың бір стакан Ром капитанға зақым жасай қоймас дегені де бір жағынан қамшы болды. Ақшаңыздың қажеті жоқ дедім мен, параға сатып алғысы келгені шамыма тиіп. Әкеме қарыздар, ақшаңызды төлесеңіз де жетер. Бір стакан Ром берейін, бірақ содан қайтып сұраушы болмаңыз. Бір стакан Ром әкелдім. Ашқарақтана ұстай алып дымын қалдырмай жұтып салды. Міне, енді жақсы болды деді ол, бойым бірден жеңілейіп сала бергенін қарашы. Айтшы, достым, мен төсек тартып қанша жатпақ екенмін, доктор, не деп еді? Ең бері дегенде бір апта дедім мен. Одан кем емес. Жай түссін, жай түскір, деп айқайлап жіберді капитан. Бір апта дейді. Бір апта жатып алсаң, олар маған қара таңбаны жеткізіп үлгереді. Тіміскілеп жүріп қайда екенімді біліп алыпты, өңкей ысырапшы, жалқау сорлылар өздерінікін сақтай алмаған, енді өзгенікіне көз алартады. Шын теңізші сөйтеме. Мысалы, мені алайық, мен ұқыпты адамын, ешқашан ақшаны шашып төккен емеспін, ал жиған тергенімнен айырылғымда келмей. Көр де тұр, оларды тағы да алдап соғам. Осы қайраннан тайып тұрсам, шетінен бәрін тағы да жер соқтырармын. Осылай деп ол иығымнан тартып, жайлап төсегінен тұра бастады. Иығымды қатты қысқаны соншалық, ауырсынғаннан айқайлап жібере жаздадым. Екі аяғы ағаш қалыпта еденге сылқ ете түсті. Өршелене сөйлегені әрең естілген әлсіз даусына үйлеспейді. Кереуетіне түрегеп отырғаннан кейін біразға дейін үн шығара алмады. Ақырында мына доктор мені әбден құртқан екен. Құлағым шулап әкетіп барады. Жатуға көмектесші деді. Бірақ мен ұмтылып үлгергенше төсегіне сылқ етіп құлады да біраз үнсіз жатты. Джим, деді ол ақырында, өткендегі теңізші бүгін көзіңе түспеді ме? Қара төбет пе? Деп сұрадым мен. Иә, қара төбет, деді ол. Ол өте жаман кісі, ал оны жіберіп отырған басқалары одан да өткен малғындар. Джим, егер мен бұл жерден кетіп үлгермей тұрып, олар маған қара таңбаны жеткізді бар ғой, онда есінде болсын, олардың көздегені менің мына сандығым. Онда атқа міне салда. Сен атқа міне аласың ғой, иә. Иә, онда атқа міне салда, бар пәрменіңмен шауып отырып. Әй, енді маған бәрі бір ғой. Иә, онда шауып отырып әлгі көртышқанға жет. Әлгі анау қарғыс атқыр докторды айтам барлық матростарын, өзінің сот мүшелерін палубаға жинасында, адмирал Бенбоудың үстінде менің барлық қонақтарымды, кәрі Флинттің бүкіл бас кесерлерін қалсыда, қалдырмай түгелдей тапжылтпай келіп бассын. Мен кәрі Флинттің ең тәуір штурманы болғамын. Иә, ең тәуір штурманы болдым, және ол жердің қайда екенін жалғыз мен ғана білемін. Флинт осы қазіргімен құсап саваннада өлім халінде жатып, бәрін маған өзі берген болатын. Ұқтың ба? Бірақ қара таңба келмей тұрып, немесе қара төбеттің әлде анау жалғыз аяқ теңізшінің келгенін өз көзіңмен көрмей тұрып, ешқандай әрекет істемегейсің.
Басқаларынан гөрі сол жалғыз аяқтан сақтаныңқыра, Джим, капитан, сол қара таңба деген не нәрсе өзі? Деп сұрадым. Ол ескерту тәрізді нәрсе, достым. Олар әкелер болса, өзің айтармын. Тек, Джим, олардан өзің көз жазып қалып жүрме, сонда бәрін өзіңмен қақжара бөлсем, мұны шын уәдем деп. Даусы бірте-бірте міңгірлей түсіп ақыры, сөзінен алжаса бастады. Дәрі беріп ем, бала құсап қағып салды. Бірде-бір теңізші дәріге тап қазіргімендей зәру боп көрмеген шығар. Кешікпей ол есеңгіреп, талықсып кеткендей болды да, мен оны оңаша қалдырдым. Бәрі өз қалпымен осылай жүре берген жағдайда не істер ем, оны өзім де білмеймін. Капитан өзінің сырын айтып қойғанына өкініп, мені өлтіріп тастай ма деп те қорыққамын, сондықтан сірә бар естіп білгенімді докторға айтқан болар едім деп ойлаймын. Бірақ жағдай басқаша қалыптасты. Кеште кенет әкем байғұс дүние салды, енді біз үшін басқа дүниенің бәрі ұмыт болды. Әкемнің қайғысы, көршілеріміздің келім-кетім көңіл айтуы, әкемді жерлеуге байланысты қам күйбең, 24 трактердің күйкі тіршілігі, осының бәрі капитан жайлы ойлауға да, одан қорқуға да еш мүмкіндік бермеді. Келесі күні таңертең ол дәнеме болмағандай төменге түсті. Үйреншікті уақытында тамағын ішті, бірақ тәбеті тартпай отырғаны байқалады, есесіне мас болмағандықтан сірә әдеттегісінен көбірек ішті ме деп қорқам. Танауын шулдатып жөткірініп ашу шақырып тұр екен, сондықтан шамадан тыс ішпе деп басу айтуға оған ешкімнің де батылы бармады. Кешке қарай әкемді жерлер шақ жақындай түскен кезде, ол әдеттегісінше мас болып та үлгерді. Қара жамылған қайғылы үйімізде оның бейбастақ барылдақ әнін есту жиіркенішті-ақ еді. Ол қанша әлсіз болса да, біз одан зәре құтымыз қалмай қорықтық. Көмейіне құм құйып, оның аузын аштырмайтын жалғыз ақ доктор еді, ол бүгін жоқ, оны бірнеше миль жердегі бір ауру адамға шақырып әкеткен екен. Әкем қайтыс болғалы, ол біздің үйіміздің босағасында аттаған емес. Капитан әлсіз жатты деп айттым ғой. Айғып тәуір бола алмағаны былай тұрсын, тіпті бұрынғысынан да меңдей түскендей басқышпен әрең көтеріледі, залдан діңгекке қарай жүрсе, теңселіп, бұлғақтап әзер жетеді. Кейде теңіздің ашылтым ауасын жұтпақ боп, есіктен тысқа басын шығарса, құлап кете жаздап, қабырғаға жармасады. Тырмысып биікке өрмелеген адамдай ентігіп демін екі иіннен алады. Менімен өткендегіден қайтып сөйлескен жоқ, сірә, сол жолы іш тартып, сыр айтқанын ұмытып та қалған-ау деймін. Бірақ сонша әлсірегеніне қарамастан, бұрынғыдан бетер шырт етпе, ашушаң болып кетті. Мас болып ішіп кездігін суырып ап, алдына стол үстіне тастайды. Айналадағы ешбір жанға елең етпестен, ойға шомып, әлем тапырық күйде сандырақ елестеріне елтіп отырады келіп. Бірде деревня тұрғындары айтатын бір махаббат әнін сықырып әндетіп, бәрімізді таң қалдырғаны бар. Сірә жас шағында теңізші боларының алдында үйренген әні болса керек. Келесі күні тұман түсіп, ауа райы сұрықсыз, салқын болды. Сағат түскі 3 шамасында есік алдына шығып, босаға жанында әкем есіме түсіп, жабығып тұрғанмын. Кенет жол бойымен ілбей басып, жаймен келе жатқан біреуді көзім шалды. Алдындағы жолын таяқпен шұқылап, бағдарлап келе жатқанынан соқыр екені көрініп тұр. Мұрынның көзінің үстін көлегейлеп, жасыл қалқан байлап алған. Кәрілік жеңіп пе, әлде ауру меңдетіп пе, әйтеуір екі бүктеліп, бүкірейіп кеткен. Үстіндегі тозығы жетіп, алба-жұлба болған матрос шекпені одан сайын сиқын бұзып тұр. Өмірімде мұндай ұсқынсыз қорқынышты адам көрсем не дейсіз? Трактерге аз ғана жер қалғанда әлгі кісі кідіріп, даусын соза, мұрнынан мыңқылдай сөйлеп, өзінің отаны, Англияны жан аямай қорғау үстінде, қайран екі көзінен айырылған бұл кісіге жерге келіп тұрғанын айтып жіберетін қайырымды біреу табылар ма екен? Деп құла дүзге бет алды, айқай салды. Үлкен кісі, сіз қара төбе шығанағындағы адмирал Бенбоу трактерінің қасында тұрсыз, дедім мен. Даусыңызды естідім, деді шал мыңқылдап, жас адамның даусы. Қайырымды жас жігіт, маған қолыңызды беріп, осы үйге ертіп кіріңізші. Қолымды ұсынып ем, әлгі маймын күліп тұрған көзсіз жексұрын шап беріп ұстай алды да қысқаштай қыса түсті. Зәрен кеткені сонша қаша жөнелгім келді.
Бірақ соқыр кісі жұлқып, өзіне қарай тартып қалды. Ал бала, енді мені капитанға алып бар деді. Сэр, дедім мен, сенсеңіз, бар шыным, мен қорқам дейсің бе? Деп мырс етті ол. Солай де. Қорқам дейсің. Дереу алып бар қасына, әйтпесе қолыңды сындырамын. Осылай деп қолымды бұрап қалып еді, жан даусым шыға шыңғырып жібердім. Сэр, дедім мен, қорыққанда өзім үшін емес, сіз үшін қорқамын. Капитан қазір бұрынғы капитан емес. Кездігін қыннан суырып дайын отыр. Оған бір джентльмен келіп кеткен еді, содан жүр тез. Деп ол сөзімді бөліп жіберді. Мұндай мейірімсіз, қатал, жексұрын дауысты бұрын естісем, бұйырмасын. Қолымның ауырғанынан емес, оның даусынан зәрем кетті. Дегенін істемесем болмайтынын түсіндім де, ромнан басы меңзең болып отырған қарақшыға жолықтырмақ боп залға қарай беттедім. Соқыр темірдей саусақтарын қолыма батыра түсті. Маған сүйеніп бар салмағын салғанда, тәлтіректеп құлауға шақ қалдым. Тура өзіне алып бар, ал ол мені көрген бойда, Билли, міне, сіздің досыңыз деп қатты дауыстап айтқанымды істемесең, мен былай етем. Осылай деп қолымды бұрап кеп жібергенде, есімнен тана жаздадым. Соқыр қайыршыдан зәрем ұшып келе жатып, капитаннан қорқуды да ұмытыппын, залдың есігін ашып, соқырдың айт дегенін қатты дауыстап айтып бердім. Бейшара капитан басын көтеріп көруі ақ мұң екен, мастығынан лезде айығып кетті. Бет әлпеті үрейлі емес-ау, шексіз бір азап нышанын танытқандай болды. Орнынан тұрғысы келіп еді, соған да дәрмені жетпеген сияқты. Ештеме етпес, Билли, отырған жеріңде отыра бер, деді қайыршы. Мен сені көре алмағанмен, қолдарың діріл қағып, қалтырап отырғанын естіп тұрмын. Істің аты іс қой. Оң қолыңды созшы. Балақай, қолым менің оң қолыма таман жақындатшы. Екеуміз де оның дегенін істедік. Таяқ ұстаған қолынан бірдемені капитанның алақанына салып жатқанын байқадым. Капитан алақанын дереу жұмып алды. Іс тынды, деді соқыр. Осыны айтар-айтпаста ол мені босатты да, жарымжан кісіге лайықсыз шапшаңдықпен қонақжайдан көз ілеспей етқып шығып, жолға да түсіп үлгерді. Мен алыстап бара жатқан оның таяғының тықылына құлақ түріп, тұрған жерімде тапжылмай қатып қалыппын. Капитан екеуміз есімізді жиғанша едәуір уақыт өтіпті. Мен оның білегін қоя бердім, ол қолын өзіне тартып алақанына қарады. Сағат 10-ның кезінде екен, деді ол даусын саңқ еткізіп. 6 сағат уақытымыз бар. Біз әлі көрсетерміз оларға, көресін. Осыны айтып ұшып түрегеліп еді, есеңгіреп теңселіп кетті, қос қолдап алқымына жармасты. Осылай тәлтіректеп сәл тұрды да, бар салмағымен нендей бір сөлекеттеу дыбыс шығара, еденге көрсете түсті. Қасына жүрелеп отыра кетіп анамды шақырдым. Бірақ болары болып кетті. Қаны тасып жығылған капитан табан астында жан тәсілім етті. Қайран қалатыным, шынына көшсем, бұл адамды ешқашан жаным жаратқан емес, бірақ соңғы кезде байғұсты бір түрлі аяйтымын, ал енді, міне, ақырғы дем біткенде жылап жіберіппін. Бұл мен көзіммен көрген екінші қаза еді, ал қабырғамды қайыстырып, жүрегімді удай ашытқан әкемнің қазасының зәрлі тақсіреті әлі қайтып үлгермеген тін. Жалғасы бар. Аудиокітап ұнаса арнамызға жазылып, лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Қолдаймын деушілер болса, Каспий нөмір сипаттамада.